Қазақ әдебиетінің алып тұлғаларының бірі Абай. Бірақ Абайдың тұлға болып қалыптасу жолы әкесі Құнанбайсыз ашылмайды. Абай жолы эпопеясында Мұхтар Әуезов әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты философиялық деңгейде көрсетеді. Бұл жай ғана отбасылық байланыс емес, ескі мен жаңаның, дәстүр мен жаңғырудың, билік пен руханияттың күресі. Құнанбай өз дәуірінің заңымен өмір сүрген тұлға. Ол қатал, шешімшіл, дәстүрге берік, билікті сақтап қалуды өмірінің мәні санаған адам. Оның өмір ұстанымы тәртіп пен сенім. Құнанбай үшін ел басқару бедел мен тәртіптің ісі, ал дін мен салт халықты ұйыстыратын іргетас. Ол өз заманының биімен болысы ретінде тәртіпсіздікті, еркін ойды қабылдай алмады. Ол үшін қоғамның тұрақтылығы бәрінен жоғары. Ал Абай сол жүйенің ішінде жүріп, оның шектеулерін сезінген жаңа буын өкілі. Халықтың надандығынан, биліктің әділетсіздігінен, дін мен дәстүрдің ұстанылуынан шаршады. Ол өз халқын оятуды, адамды білім мен ақыл арқылы түзетуді ойлады. Абайдың дүниетанымы адамға, ақылға, әділдікке сүйенген жаңа көзқарас еді. Әке мен баланың арасындағы айырмашылық жаңа дәуір мен ескінің айырмашылығы еді. Құнанбай өткеннің өкілі болатын болса, Абай жаңаның бастамасы еді. Құнанбайдың қаталдығы, салқын тәртібі, көшпелі қоғамның шындығы. Абайдың гуманизмі, рухани тереңдігі, өркениетке ұмтылған қазақтың үні. Әуезов бұл екі тұлға арқылы халықтың дамуын, оның ой эволюциясын көрсетті. Құнанбай халықтың заңдылығын бойына сіңірген, ал Абай сол заңдылықтан жаңалық іздеген тұлға. Құнанбай қорғаушы, Абай ойшыл. Құнанбай билік арқылы тәртіп орнатса, Абай рух арқылы қоғамды түзеткісі келді. Екеуінің көзқарастары қарсы болғанмен түпкі мақсаттары бір: халықтың амандығы, елдің болашағы. Құнанбайдың қаталдығы ұлттың тұтастығы үшін, Абайдың мейірімі сол ұлттың рухани жаңғыруы үшін. Сондықтан бұл екі тұлғаның тартысы қарама-қайшылық емес, рухани сабақтастық. Құнанбай болмаған жағдайда Абайдың рухани биіктігі дәл осындай болмас еді. Әуезов осы арқылы қазақ халқының даму жолын, дәстүрден жаңашылдыққа өту процесін суреттейді. Қорытындылай келе, Абай мен Құнанбайды қарсы қоймай, бір-бірін толықтырушы тұлғалар ретінде қабылдаймыз. Бірі тамыр, бірі жапырақ, бірі іргетас, бірі биікке ұмтылған рух.